влогымыз басталады. Влогымыз дегеніміз ол влогтар, бірақ жаңа жылдық стилде. Сондықтан қош келдіңіздер. Бүгін мен Мерей, Инара, Арай қайда? Арай бәріміз достық плаза келіп жатырмық. Сіздерге жаңа жылдық настроение беру үшін. Сорлылар пиар үшін. Вот. Елка болып Jingle Bell поставь сөйлемесе Jingle Bell. Инараның орындауында. Ой, модельдер просто. Значит, өте әдемі сәдепті. Я ананы көрсетіп кетші. Қарандаш бүйтіп нақ тастапай. Ақыз олень екен көрінбейді екен. Біз жабайымыз. Ана жер жұлдыз. Мамаға кірдік, мен сіздерге подарка тауып атым. Білмей тұрмын, блокнот или кітап сіздерге білмей. Қандай алсам болады? Или наклейкалар ма? Магнит. Блокноттар екен. Ой, магнит. Мынандай аппендиш. Вот, қазір сізге таңдап алайын, подарка тауып айтамын. Кім боласың? Сен кім боласың? Мас. Мен боламын. Маған анда ұнайды, анда ұнайды. Өте қатты қойсыңдар. Жындыны. Негізі намагазин түсіруге болмайды өйде. Лоң кішкентай кезіндегі просто арманым өте көп бар де ойыншықтар. Monster High бар. Менің арманым вообще просто. Барби, пожалуйста. Менің кішкентай мен вообще ужас. Классно ғой, қарашы. Иә. Вообще коробка ғой шының бәрі. Просто ужас нәжіге Monster High'лар бар. Менде Monster High болған кішкентай кезінде. Мен жақсы көретінмін Monster High'ды. Ана жындыны қараңыздар енді. Шымға балаға құсайды, киіндір қойсаң қайда жаурағанша. Жоқ, жаурамайды сәби. Вау. Екеуміз сәби болады. Екеуі ұқсайды екен бір-біріне қара балаларымыз. Кигуруми киісіп қойыпты. Вау. Мына жерде нелер, мына жерде кигуруми киісіп қойыпты. Тұр, видеоны қосып алайын. Классно. Интересно, брелочки. Ручная работа, тут смотреть. Классно, да? Вау, өте әдемі, ана вообще күшті. Мен анайдан еді, мынау қанша екен? Деп поприком жатыр. Мына күшті, маған ана свечалар ұнады. Жақынырақ көрсетші видеоға. Вау, күшті. Өте күшті. Мен қараңыздар. Декоративный. Күшті, өте де. Елочкалар бағасын қараңыздар просто. Ужас. Вау, күшті. Мен ұнайтын заттар. Маған әлем екен. Мен сабақта ғой, математика сабағында. Вау, Jingle Bell, Jingle Bell. Өте күшті не жұмыртқалар менен. Даже бұрғыры Харибо неше түрлі бар. KFC-ге келдік, бізде менде боқылмақсыр, Инар екеумізде бірдей. Қандай еді сенікі? Шеф-бургер и айтвистер. Өте әдемі жер, просто бар ой. Прям американский стильде жасалған. Американский стильде жасалған. Анау олень вообще күшті. Мына жер қара, суретке түссең әдемі, қалай әдемі көрінеді. Біз үйге келдік уже. Қазірге не алғанымды көрсетейін. Меломаннан бағана не алдым мен. Так, наны көрсетуге болмайды астындағы. Меломаннан мен, кітапты алдым. Өте көп болған оқығым келіп жүрген. Негізінде бұл жерде куриный бульон, бірақ та бұл вообще ол туралы емес. Яғни бұның өте көп түрлері көп. Мысалы қараңыздар, мына жерде куриный бульон, и бұл жерде 101 история о любви. Бұл жерде 101 история, танымал адамдар туралы бар, или саған мотивация беретін бар, или тағы да өте көп түрлері бар бұның. Мына тағы да мена жолы біз қыздармен бірнеге барғанбыз, қазақша кітаптар сататын жерге. Вот, ол жерде мен Ақбілек дегеннен алдым. Романды Жүсіпбек Аймауытовтың. Бұл жерде, қазір айтам, по-моему, 2 романы бар бұл жерде. Жоқ, бір повесть или бір роман. Мына Күнекейдің жазығы деген повесть и роман, Ақбілек романы бар. Достар, біз далаға шықтық. Арай екеуміз шемішке кол алуға. Үстіміз ужасный бір киім киіп алғанбыз, махровый нелер, пижамалар. Аяғымызда жазық аяқ киім. На магазин жалқып, сағат түнгі уже 11 болды. Конечно, ана жерде бір магазин бар.
жабылмаған шығар. Қыздар, даланың қандай суық екенін былай көруге болады. Мен қатып қалдым. Нет, бота просто. Достар, бізде уже келесі күн Дара екеуміз сабаққа шықтық. Таңғы сағат 8:30. Біздің сабағымыз 55-те басталды. Біз асықпай бара жатырмық. Сағат короче сабағымыз бізде 55-те басталады. Уже 8-ден 40 па сондай кетті. И біз асықпай, саспай, как будто бір сағат 7 сияқты бара жатырмық қой. Дала бүгін жылы, қатты суық емес, таңғаларлық жағдай. Еще мен жақта таулар өте әдемі көрінеді. А кстати, мен новый маникюрімді сізге көрсетпедім ғой. Мінекей. Бірақ мына өте жаман салон екен, мынаның наклейкасы уже алынып кетті. Мінекей. Мынау тырнағым, мына жерде мынандай. Бірақ мына уже сынайын деп жатыр, мына жеріне трещина кетті. Сәлем достар, бізде бүгін 11-і, вторник. Мен қазір Мегаға бара жатырмын, подаркалар алынған, сіздермен бірге алып келеді. Қазір көреміз енді. Мегада өте әдемі сәндеп қойыпты, қараңыздар просто. Вот. Ас болсын бәріне. Мынандай нелер алдым. Нелеріме Біржандарға егіз көрсетті. Қараңыздар қандай әдемі аквариум. Мен аквариум жақсы көремін. Үйімде аквариум болатын болашақта. Жүда Меганың іші вообще жаңа жылдық емес. Вообще. Катонға ханшайым деген сестренкама көйлек алуға келдім. И мына жерде қараңыздаршы, почему барлығы сондай милый. Просто күшті. Қыз қара. Осындай кезде сестренкам болса вообще күшті. Қараңыздар. Вообще күшті. Вау. Вау, просто. Почему все так мило? Мен уже маңымдамын, өкінішке орай мен 5% зарядкам қалдым. Сөйтіп тұрғылай, новогодний коллекциясын мен андай аламын ғой деймін, ойланып тұрмын, ободок. Вот. Өте күшті заттар көп сияқты. Бірақ өкінішке орай түсіре алмаймын. Мен келдім, соткам зарядталдым, енді көрсетейін алған бұл жолы покупкалар көп емес, но қызық болады деп ойлаймын. Мен андай нелер алдым, өмірлеріме. Негізінде қазір өте көп компанияның осындай шоколад толған тәтті қорапшалар өте көп, бірақ та маған именно осы ұнады, өйткені бұл жерде шана бар, типа шана. Мінекей екеу алдым. Конечно же, екеуіне бірдей, әйтпесе екеуі екі түрлі болса, ұлы отан соғысы болады бізде. Вот екеуінде бірдей. Да, вот. Надеюсь, айтпақшы еще бұның маған үлкен коробка болғанменен бұл жерде шоколад мен ойымша аз. Қараңыздар, мынандай бір штук бар, екеу, үшеу, біреу-ақ. Мне кажется, аз, но шанасы бар, сол үшін плюс. Одан кейін өзіме мынандай не алдым, ободок. Білмеймін не үшін алғанымды, бірақ тандай. Мен видеоға алдым бұны вообще-то. И мен тырнағым сынайын деп жатыр, просто ужас болып тұр. Жүрек ауыратындар көрмеңіздер. Бірақ сол үшін мен жайлап қимылдап жатырмын. Былай қолымды мешать еткізе алмаймын. Потом да не алдым. Подарочный упаковка. Білмеймін, бірақ кімге беретін, бірақ өте әдемі екен, маған ұнады, ерекше. Вот осындай. Потом мынаны бастап алайын. Потом мен не алдым, мындай упаковка макарондар, бұны мен шуға алып кетемін, үйге барып тамақ жасағанға. Өйткені шуда бұндай жоқ, по-моему, мен болған кезде жоқ болған. Потом мына жерде апельсин, 2 күнде жеп бітіруім керекпін. 2-ақ күн қалды, одан кейін кетемін наконец-то. Мындай маршмеллоу, менің неме бір видео түсіремін, соған керек тоже. Потом мына жерде мына шоколадты бір қызға алдым. Мен лекция дәптерін алып кеткен болатынмын, целый 2 аптаған. Потом мындай мармеладтар алдым. Білмеймін, мен жеймін ба или нелермен ма. Короче, шешпедім. И 2 күн бойы тамақ ішу керек, сол үшін макарон алдым. Әйтпесе, мен вообще тамақ қалған жоқ үйде, мен тамақ алмай жүрмін көп. И мынандай тағы бір алат алдым. Келгенде де керек болар, каникулдан. И напиток үлкенін алдым. Вот менің бұл покупкаларым. Мінекей достар, менде өзіме бағана Катонан сестренкама осындай көйлек танып алдым. Меніңше өте әдемі. Және де бұл 6 айлық қыздар үшін бірақ осындай модель болды. Осындай нарядный жаңа жылға арналған. Мәди жаңа жылға таңдап алдым, чтобы жаңа жылдық түнде ол киіп шықсын деп. Өте әдемі мен ойымша. Астында, короче, мынандай бір подкаткасы бар. И мынау, чтобы дене қышымас үшін, денеге ешқандай аллергия шеке бермеу үшін, мен үшін өте әдемі. Цветі де сондай күшті. Ішінен, конечно, ақ водолазға кию керек, и вообще күшті. Мен қуанышты өзіме көйлек алғандай. И так, қазір, ой, что-то чектер.
И мынандай не алдым. Туфли. Қараңыздар, қандай күшті. Қандай күшті туфли. Бағана алған сладостьтарын көрсете салайын. Бұл жерде көп емес. И мен қазір оны жемей қойын. Інілеріме алып барайын, жеп қоймас үшін. Короче, бұл жерде аны көп адам реклама жасайды, көрсетеді. Инстаграмнан көргем, историядан көп адамның короче, наны емес, наприклад, короче, мындай ұзын бір нәрселерді. И мындай тістер алдым. Бұны 100% інілерім оценят. И мындай Кока-Коланың несін алдым. Вообще мындай Кока-Кола мармеладтар ұнамайды, просто інілеріме ұнайды. Ура, 2 сағат өтті, мен тамағымды алдым наконец-то. Ол енді өте урод болып тұр, конечно же. Жек көрем осылай тұрмағым, біреу сынып қалғанда.